Жүрек неге қатты соғып кетеді? Баршаңызға сәлем. 1001 кеңес арнасында жүректің қатты соғып кетуінің себептері туралы пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелуді, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Кейде адам қозғалыссыз жатқан сәттерінде де жүрегі тарсылдап соғып, бір нәрседен хабарлап, дабыл қағып жатқандай көрінеді. Мұндай симптомдар бойынан байқалған адам ең алдымен әрине тексерістен өткені жөн. Себебі кейде жүректің шектен тыс қатты соғуы қатерлі аурулардың алғашқы белгісі болуы ықтимал. Сол себепті қалқанша безі мен жүректі тексеру қажет. Кеудедегі соғыс остеохондроздың белгісі немесе нервтік асқын кернеу және бадам ауруы симптомы болуы да мүмкін. Күшті жүрек соғуы бұл жиі кездесетін құбылыс. Кейбір адамдар оларды жағымсыз және қауіпті симптомдармен табады. Алайда олар өмірге қауіп төндіретін жүрек ауруларын сирек көрсетеді. Жүрек тамыр ауруларынсыз көптеген адамдарда да күшті жүрек соғуы пайда болады. Қалыпты жағдайда адамдар жүрек соғысын байқай бермейді. Дегенмен адамда кейде белгілі бір күйде жүректің қатты соғуы қалыпты жағдай. Яғни мұндай күшті соққылар жүректің қалыпты реакциясы, синустық тахикардия. Себептері мынадай болуы ықтимал: физикалық жүктеме, күшті эмоциялар, қорқыныш, ауырсыну, қанның нысанды элементтерінің төмен саны, яғни анемия, төмен қан қысымы және қызу көтерілу. Басқа жағдайларда күшті жүрек соғуы жүрек ырғағының бұзылуымен байланысты болады. Жүрек соғуының барлық жағдайлары жүрек ауруына байланысты емес. Қатты жүрек соғуымен бірге жүретін белгілі бір симптомдар мен белгілер кейде алаңдаушылық тудырады. Егер де төмендегідей белгілер байқалса, жедел жәрдемге хабарласыңыз. Қабыну алдындағы жай-күйі немесе талуы, қысым немесе кеуде ауруы, тыныс алудың қиындауы, пульс жиілігі минутына 120-дан астам немесе минутына 45-тен кем, қалтырау, есінен тану және отбасында жүрек талмасынан қайтқан адам болған жағдайда, симптомдар физикалық жүктеме кезінде пайда болып, есінен тануға, күрт әлсіреуге алып келсе, дәрігерге хабарласуды кейінге қалдырмағаныңыз жөн. Егер жүрек соғуының себептері қорқыныш, стресс және үрейден пайда болса, стресс жойылғаннан кейін жүрек соғысы қалпына келеді және қалыпты жағдайға оралады. Егер бұл жағдай ұзақ уақытқа созылса, онда сіз тыныштандыратын дәрілер мен тұнбаларды қолдансаңыз болады. Кардиофобия. Жүрек соғып жатыр ма? Себеп кардиофобия болуы мүмкін. Бұл өте ерекше құбылыс. Адамда өте қысқа уақыт ішінде жүрек соғу жиілігі жоғарылауы мүмкін. Мысалы 10-нан 60 секундқа дейін. Мұндай адамдар қатты ауырып жатыр деп үрейлене бастайды, немесе ұстамасы болады. Бұл жүрек соғуын одан сайын тездетеді. Дәрігерге барса, жағдайы жақсы дейді. Олар бұған сенбейді және келесі мүмкіндікті қорқынышпен күтеді. Бұл құбылыс кардиофобия деп аталады. Аритмия кезінде де жүрек қатты соғады. Ол өте жиі кездеседі. Бұл ауру әртүрлі жағдайларда пайда болады. Жоғары қан қысымымен, жүрек ақауларымен. Бұл артық салмағы бар адамдар мен қант диабетімен ауыратындарға да әсер етеді. Диагнозды нақтылау үшін дәрігермен кеңесу қажет. Жүрек соғып жатыр ма? Онда оның себебі тахикардия болуы да мүмкін. Ол жүрек соғуының тез соғуы ретінде ғана емес, сонымен қатар қызба, әлсіздік, өзін нашар сезіну, бозару түрінде де көрінуі мүмкін. Тахикардия патологиялық болуы мүмкін. Бұл жүрек ауруынан туындағанын білдіреді, яғни ишемиялық ауру, миокардит, жүрек ауруы. Қалқанша безінің ауруларына байланысты да
пайда болуы мүмкін. Аурудың бұл түрі өте қауіпті, сондықтан үнемі бақылауды қажет етеді. Эпизодтық тахикардия ұйқысыздықтан, стресстен, шамадан тыс жұмыстан, есірткіден туындауы мүмкін. Егер жүрек қатты соға бастаса, темекі шегуді тоқтату, күнделікті режимді сақтау, белсенді өмір салтын жүргізу, кофе мен алкогольді аз ішу ұсынылады. Бұл сізге сау адам болуға көмектеседі. Міндетті түрде дәрігер кеңесіне жүгініңіз. Бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын.